Қайырлы күн баршаңызға, оразаларыңыз қабыл болсын. Мен бүгін өте дәмді шығатын, бір жасағаннан шығатын қатпарлы круассан пісірдім. Оның дайындау жолын видеода көрсететін боламын. Соңына дейін қараңыздар. Алдымен ыдысымызға осындай бір бокал сүт, жылы болу керек, және азғантай тұз, бір чайный ложка және бір үлкен қасықпен дрожж салу керек, және 8 қасық шекер. Барлығын жақсылап араластырып, бір жұмыртқа салып, массамызды дайындаймыз. Араласқан массамызға бір кесе ұнымызды саламыз. Ұнның мөлшері 2 кесе. Мен описанияға барлығын мөлшерімен жазып кететін боламын. Видео ұнап жатса, каналдың дамуына үлес қосып, подписация батырмасын басып қойыңыз. Ұнымызды осылай бөліп салуымыз керек, себебі бірден қою болып қалуға болмайды. Және осылай қамыр қалпына келгенше венчикпен немесе қасықпен араластырып дайындап аламыз. Міне массамыз қамыр қалыпқа келе бастады. Енді оны қолмен елейтін боламыз. Елеу барысында 100 мг май қосып жіберіп, сусыз қамыр қылып жылтыратып тұрып елейміз. Міне қамырымыз дайын болды. Елеп болғаннан кейін бетін пищевой пленкамен жауып, 1 сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. Міне қамырымыз дайын болды, көтерілген, және осы қамырды алып ұзынша етіп бөліктерге бөліп шығамыз. Менен 8 зуала шықты. Сіздерден дәл осы мөлшермен жасасаңыздар, дәл осы көлем шығады. Осылай дайындап, зуалаларымызды дөңгелек етіп дайындап аламыз. Міне барлығын дөңгелетіп болған соң, дөңгеленген зуалаларымызды жайып шығамыз. Қатты жұқа қылып та жаюға болмайды, орташа қалыңдықпен жаямыз. Жайылған қамырымыздың бетінде бөлме температурасында тұрған сармайымызды жағамыз. Қамырымызға сармайды жағып болғаннан кейін екінші қамырды оның үстіне қоямыз. Дәл осылай басқа зуалаларды да осылай жайып, бетіне сармай жағып, әрқайсысын қабаттап шығамыз. Міне біздің қамырымыз дайын болып қалды. Соңғы қамырды да жауамыз, бірақ оның бетіне сармай жақпаймыз. Пищевая пленкамен орап, оны 1 сағатқа холодильникке қалдырамыз. 1 сағатта холодильникте тұрған қамырымыз өте әдемі болып, дайын болып тұр. Енді оны оқтаудың көмегімен жұқа етіп жайып аламыз. Қатты жұқа қылып жіберуге де болмайды. Осылай дөңгелек етіп жайған қамырымызды енді бөліктерге кесіп шығамыз. Менен 12 штук шықты, сіздерден зуалаларыңызға қарай және қамырдың үлкендігіне қарай шығатын болады. Осылай кесіп аламыз әрқайсысын. Міне кесілген бөліктерімізді осылай орап шығамыз. Сіздер арасына начинка қоссаңыздар болады, ал мен еш нәрсе салған жоқпын. Дайын болған круассандарды ыдысқа қойып, бөлме температурасына 15 минутқа қалдырамыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай, ол өте қатты көлем берген, және печкаға салардың алдын олардың арасын ашып, бетіне жұмыртқа жағып, 180 градусқа духовкамызға саламыз.
Міне 30 минутта дайын болған круассанымыз қатпарлы, өте әдемі шықты. Түсі де керемет, дәмі де керемет. Балаларыңызға, жақындарыңызға жасап беріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Міндетті түрде каналыма подписаться етіп, лайк басып қойыңыздар.